оқушылар, бүгін біз ерекше бір күнді атап өтпекпіз. 15 мамыр халықаралық отбасы күні. Бұл күн әрқайсымыз үшін өте маңызды, себебі адам баласы шыр етіп дүние есігін ашқанда ең алдымен махаббат пен мейірімге, жылулық пен қамқорлыққа толы отбасының құшағында өседі. Құтты болсын отбасының күні бұл. 15 мамырда есік ашар, отбасының амандығы жанды тербеп, күн нұрындай жылытып, нұрын шашар. Оянғанда түнде жыл батыр, асып келіп өсірген, басқанында тай қуанып, тұсауды кестірген, анашым құдіретіңе табынамын, көрмесін бір сәт сені сағынамын, анашым қартаймашым жалынамын, анашым қартаймашым жалынамын. Бақытты отбасы бұл қамқорлық, құрмет, махаббат, қолдау. Отан отбасының бастауы, отбасы өнегесі, отан өнегесі. Отбасының саны, сыйласы, достың саны, қимастық, ұяты не көрсін, ұшқанда соны десін. Отан қуат, отбасы шырақ. Нұрай, телефон сындырдың ғой, теспеш енді. Өзің оймен планшетті алып алған. Кімнен тәпсілерін жеп қойды, аным айтып қоямын. Балалар, не болды? Неге айқайласып жатсыңдар? Нұрай мен телефонды сындырып тастады. Өзің оймен планшетті дұрыстықсыз алып алған. Мен тәпсілерін жеп қойды. Балалар, ұрысқан дұрыс емес. Біз бір отбасының мүшесіміз. Отбасында бақыт пен бірлік болу керек. Иә, бір-біріңді ренжіткенше кешірім сұрауды үйреніңдер. Кешірімді болу бақыттың белгісі. Қарақтарым, ата-бабамыз ағайын тыныш болса манайын деген. Ынтымақ түбі игілік, тірлік түбі бірлік. Ұрысқаннан ештеңе ұтпайсыңдар. Нұрай, кешірші мені. Сен де мені кешір. Жақсы көресің деді. Міне жарадыңдар. Нағыз бақыт татулықта. Бақытты отбасы тату отбасы. Отбасы болмай татулық болмас.